Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз санды және әріпті өрнектерді ықшамдау. Ықшамдау деген ол жиналу, жинақтау деген мағынаны білдіреді. Мысалы 7 плюс 4 плюс 3 плюс 2. Бұл санды өрнек. Осы санды өрнектер бізде арасында қосу болғандықтан, бұны біз қосып белгілі бір сан алуымыз керек. Сонда қосатын болсақ, бізде 16 шығады. Осы 16 санды өрнектің ықшамдалған түрі болады екен. Келесі 6 плюс 2а плюс 4 плюс а. Яғни әріпті өрнекте, санды өрнекте бізде осылай қатар келе береді. Енді мұны ықшамдау үшін санды өрнекті біріктіріп аламыз. 6 плюс 4 ол 10-ды береді. 2а плюс мына жерде аның алдында 1 бар. Сонда 2а плюс 1а ол бізде 3аны береді. 3а дегеніміз 3 көбейту а деген сөз ғой. Сонда 10 плюс 3 көбейту а болады екен. Енді 3 көбейту а демей-ақ біз 10 плюс 3а деп мына біріктірген түрде жаза алады екенбіз. Енді өрнектерді ықшамдаған кезде қосудың, көбейтудің, бөлудің, азайтудың қасиеттерін пайдаланамыз. Бірінші қосудың ауыстырымдылық, терімдік қасиеттерін пайдалану. Мысалға 12 плюс y плюс 7 өрнегі берілсін. Бұл жерде біз y пен 7-ні орындарын ауыстырып, ауыстырымдылық қасиетті пайдалансақ болады. Немесе терімділік қасиетті пайдаланып, 12 мен 7-ні жақшаға алып, плюс y десек те болады. Сонда ол 19 плюс y-ті береді екен. Келесі көбейтудің ауыстырымдық терімдік қасиеттерін пайдалану. Мысалға 8v көбейту 4. 8v дегеніміз ол 8 көбейту v деген сөз. Сонда 8 көбейту v көбейту 4. Бұны арғы ықшамдау үшін 8 мен 4-ті теріп аламыз бір жақшаға. 8 көбейту 4 көбейту v болады. Сонда ол 32 көбейтілген v-ны береді. Енді есеп шығару барысында 32 көбейту v деп жазып отырмаймыз. Бірден 32v деп біріктірілген түрде жазады екенбіз. Келесі 3a көбейтілген 5n көбейту 6-ды. Бұл жерде санды өрнектерді біріктіріп аламыз, бір жақшаға көбейтіп аламыз. Сонда 3 көбейту 5 көбейту 6 бір жақшаға жазылады. Көбейтілген a көбейтілген n көбейту d. Жақша үшін бірінші орындасақ 90 болады. Ал мына көбейтуні алып тастап, бірден мынадай біріктірілген түрде жаза береміз. Сонда 90 a n d болады екен. Ықшамдаған кезде. Келесі көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдалану. Үлестірімділік қасиеті мынадай ережеге бағынады. Яғни жақша ішінде a плюс b көбейту с. Жеке-жеке жақшаны ашатын болсақ, a көбейту с плюс b көбейту с болады. Немесе азайтынды түрінде берілсе, a көбейту с минус b көбейту с болады. Мысалға, жақша ішінде a плюс x көбейту 3 болса, онда 6 мен 3-ті көбейтеміз, және x пен 3-ті көбейтіп жазып аламыз. Сонда 6-ға 3-ті көбейтсек 18, x-ға 3-ті көбейтсек 3 көбейту x болады. 3 көбейту x демей, бірден 3x деп жаза береміз. Сонда 18 плюс 3x болады екен. Бұл бізде жақшаны аштық деген сөз. Жақшаны ашқан кезде бізде 18 плюс 3x болады. Енді мына көбейтудің үлестірімділік қасиетін керісінше жазсақ болады. Онда a көбейту с плюс b көбейту с тең с көбейтілген жақша ішінде a плюс b-ны береді. Онда мысалға қарастырсақ 7x плюс 9x өрнегіндегі ортақ көбейткішті жақша сыртына шығар деген есеп берілсе, екеуіне де ортақ көбейткіш ол бізде x болып тұр. X-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақша ішінде 7x-тан x-ті жақшаның сыртына шығарып тастасақ 7 қалады. 9x-тан x-ті жақшаның сыртына шығарсақ 9 қалады. Сонда x көбейтілген жақша ішінде 7 плюс 9. Сонда ол бізде 16x-ті береді екен. Келесі 8a плюс 5 минус 4a. Бұл жерде 8a-дан 4a-ны азайтып тастаймыз. Сонда 4a болады плюс 5. Енді бұны біз осы күйінде қалдырамыз. Ары қарай мынау 4a плюс 5 тең 9a деп есептеуге болмайды. Осы күйінде қалдырасыздар. Енді көбейтінді түрінде берілсе, 4a көбейту 5 болса, онда біз бұны ары қарай көбейте алады екенбіз. 4a-ның ортасында мына жерде көбейту бар. Сонда 4 көбейту a көбейту 5 деген сөз. Сонда 4-ке 5-ті көбейтсек 20, 20 көбейту a. 20 көбейту a деп енді есеп шығару барысында жазбайсыздар. Бірден 20a деп жазамыз. Келесі мысал қарастырайық. Мына өрнектен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару керек. Ол үшін мысалы 5 плюс 45 деп беріліп тұр ғой. Ортақ көбейткішті табу үшін біз мына 45-тің
қандай екі санның көбейтіндісі екенін білуіміз керек. Екеуіне де ортақ сан қандай болуы мүмкін, соны ойластыруымыз керек. Сонда 5-ке келтіру үшін біз қандай санды 5-ке көбейткенде 45 шығатынын білуіміз керек, Сонда 9 көбейту 5 болады, Сонда 5с плюс 9 көбейту 5 деп жазып аламыз. Енді екеуіне де ортақ көбейткіш 5 екені көрінеді, мына жерде. Енді 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақша ішінде 5с-дан 5-ті жақшаның сыртына шығарсақ, с қалады. Жақша ішінде с, мына жерден 5-ті шығарсақ 9 қалады. Сонда жақша ішінде с плюс 9 қалады екен. Келесі 6а плюс 42-ден ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару керек. Онда бізде 6-ны коэффициентке келтіріп алуымыз керек қой. А-ның алдындағы коэффициентке қарап ортақ көбейткішті тауып алуымыз керек. Сонда 6а 42 дегеніміз 6 көбейту 7-ні береді. Енді бізде ортақ көбейткіш пайда болды, ол 6, 6-ны жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақша ішінде а плюс 7 қалады екен. Келесі 8v минус 40. Бұл жерде де 8v минус 40-ты 8 көбейту 5 деп алдық. Тең, сонда 8 жақша ішінде v минус 5 болады екен. Келесі мынадай мысал берілген екен кітапта. Y тең 25 болғанда 13y плюс 244 плюс 24y минус 67 өрнегінің мәнін табыңдар дейді. Бұл өрнекті бірінші біз ықшамдап аламыз. Қосудың терімділік қасиетін пайдалана отырып, 13y плюс 24y-ті бір жақшаға жазып аламыз. Одан кейін 244 минус 67-ні бір жақшаға жазып аламыз. Енді бірінші жақшадан бізде 37y шығады, ал екінші жақшадан 177 шығады. Енді барып y-тің мәнін қойсақ болады. Сонда 37 көбейтілген y бізде 25-ке тең, көбейту 25 плюс 277. Сонда 1202 шығады екен. Сонда бірінші есептің жауабы 1202. Келесі 48m минус 13m плюс 876 тең. Бұл жерде 48m-нен 13m-ді азайтамыз. Сонда 35m шығады плюс 876. Енді барып m-нің мәнін қоямыз. 37 көбейтілген m-нің мәні бізде 17. Көбейтілген 17 плюс 876. Сонда өрнектің мәні 1505-ке тең болады екен. Келесі 19x плюс 457 плюс 39x минус 278 тең. Бұл жерде қосудың терімділік қасиетін пайдаланамыз. 19x пен 39x-ті бір жақшаға жазып аламыз. Одан екінші жақшаға 457 мен 457 азайтылған 278-ді жазамыз. Бірінші жақшадан 58x, екінші жақшадан 179 шығады. Енді барып x-тің мәнін қоямыз. 58 көбейтілген x-тің мәні 23. 58 көбейтілген 23 плюс 179. Сонда өрнектің мәні 1513-ке тең болады екен. Келесі бизнестегі математика дейді. Қараша айында автотұрақ аймағын жалдау 150 мың теңгені құрады. Осы айда автотұрақта А мәшине тұрған және оны жалдауға әрқайсысы күніне 200 теңгеден төлеген. Қараша айындағы түсімді табыңдар. А тең 30, 34, 37 деп алып түсімді табыңдар. Яғни түсім деген пайдайы, пайданы табыңдар дейді. Бірінші жағдай А тең 30 болғанда. Яғни автотұрақта 30 машине тұрса, пайда қандай болады екен, соны есептеуіміз керек. Олай болса, бізде бір күнде бір машине 200 теңге төлейді. Сонда 200 көбейтілген бізде машиненің саны, машине бізде А ғой, 200 көбейтілген А, көбейтілген дейміз. Бір айда бізде 30 күн бар, 30 деп жазып аламыз. Енді А-ның мәні белгілі, бірінші 30-ды жазамыз. Сонда 200 көбейтілген 30 тең 180 мың болады екен. Енді пайданы табу үшін бізде автотұрақтың айына жалдау құны 150 мың. 150 мыңнан азайтып тастаймыз. 180 мыңнан 150 мыңды азайтып тастаймыз. Сонда 30 мың. Яғни пайда 30 мың болады екен. Келесі екінші жағдай А 34. Яғни 34 машине болған кезде. Ондай болса 34 машиненің әрқайсысы күніне 200 теңгеден төлейді. Сонда 200 көбейтілген А, бұл бір күндегі шығады. Көбейтілген енді біз айына табуымыз керек бір айда. Бір айда бізде 30 күн бар. Тағы да 30 күнге көбейтеміз. Сонда 200 көбейтілген 34 машине көбейтілген 30, сонда 204 мың болады. 204 мыңнан 150 мыңды алып тастаймыз, сонда 54 мың пайда болады екен. Келесі 200А көбейту 30. Бұны да солай есептейміз. 200 көбейтілген 37, көбейтілген 30, 222 мың болады. 222 мыңнан 150 мыңды аламыз, 72 мың болады екен. Енді түсініксіз болып жатса қайталап басынан көресіздер деген ойдамын.